Сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үйді кім ала алады? Сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрғандарға және жасалған келісімдер шеңберінде министрліктерге ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметкерлеріне беріледі. Компания кезекте тұрғандардың тізімін іріктеуді және қалыптастыруды жүргізбейді. Компания жергілікті атқарушы органдарға немесе министрліктер ұсынған кезекте тұрғандардың төлем қабілеттігіне талдау жүргізеді. Кто может получить арендное жилье с правом выкупа? Арендное жилье с правом выкупа предоставляется очередникам местных исполнительных органов и работникам подведомственных министерствам организаций в рамках заключенных соглашений. Компания не проводит отбор и формирование списков очередников. Компания проводит анализ платежеспособности очередников, предоставленных местных исполнительных органов или министерствами.